Namazды таштабаңыз. Намаз сізді ешқашан таштабайды. Сізді ертеге аялыңыз таштайды, атаңыз таштайды, апаңыз таштайды, бір туғандарыңыз таштайды, жақын көрген досыңыз таштайды, еркелеткен небереңіз таштайды. Бары сізді таштап кетеді. Бұл дүниеде де таштайды. Бүгін өлді, ертеге көмеміз. Бүгінгі түн бір еле түн. Аялыңызға айтылса, болмаса екеуі 50 жыл жашаған чоғы. 50 жыл чоғы құшақташып, үй бүле құрып, жақшылық жамандықта бір болып, аялына айтылса, бір түн жатып қойшы десе, жоқ дейді. Bir түн құшақтап жатып қойшы десе, жоқ дейді. Мен таң қаламын, не үшін? Не үшін бір түн жатпай? Ушунча күн чоғы сүйеміз, күйеміз, жақшылық жамандықты қандай тұрмыш құруш деле, қандай бір-бірін сыйлады деле, қанша жақшылығын көрді деле. Я. Қабырға барып чоғы жаттап атқан жеріміз жоқ. Ал жаққа итаң эле барбай. Қандай дедіңіз? Ақиретте чоғы жооп берет деп атасыз ба? Ақиретте сізге сауап берет деп атасыз ба? Ушул жерде эле түшүнсөңүз болот, сизге күйбөйт ичким. Өзүңүзгө өзүңүз күйгөндөй бирөө да күйбөйт сизге. Алданмаңыз бирөөгө. Биз өзүбүзгө өзүбүз күйөйлү. Өзүбүздү өзүбүз оңдойлу. Пайгамбарыбыз айтканына ишенип, эң акылдуу инсандын аркасынан ээрчийли. Амалдарыбызды оңдойлу. Алла берген амалдарыбызды ошону оңдойлу. Ушул бизди Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейт? Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан куткаруучу амал жок деди. Алланын зикиринен өткөн кабырдын азабынан куткаруучу амал жок. Канча амалдардын соопторун айтты пайгамбарыбыз. Мынандай сооп, мынандай сооп, намазга керемет да бул. Кабырыңызда нур. Кабырга түшүп көргөнсүңөр да бана эле. Кабырда ошо чырак барбы? Лампочкалар барбы? Ошого эмне барбайбыз деп атабыз. Барабыз барбыз. Бирок намаз окусак тияк нур болуп атпайбы? Эмне үчүн намаз таштайбыз? Намазды таштабайлы, намаз бизди таштабайт. Бир, экинчи билип коюңуз. Сиздин Алланын алдында канчалык кадырыңыз бар? Сиздин алдыңызда намаз канчалык кадыр болсо, ошончолук эле кадырыңыз бар. Алланын алдында кадырыңызды билгиңиз келсе, Алланын алдында сиздин канча кадырыңыз бар билгиңиз келсе, оңой эле. Алланын намазы сиздин алдыңызда канча кадыры бар, ошону айтың. Мен сизге Алланын алдында канча кадырыңыз бар экенин айтып берейин.